Сәлеметсіздер ма? Бүгін біз цезарь салатын жасаймыз. Ол үшін бізге пекинский капуста, қызанақ, сарымсақ, құстың төс еті, қайнатылған жұмыртқа керек болады. Ең бірінші біздер пекинский капустамызды алып, осылай үлкен төрт бұрышты қылып тураймыз. Қатты жерін алып тастаймыз. Осылай көп етіп турап аламыз. Әдемілеп құстың төс етін қайнатып пісірсе де болады. Я осылай маринадтап духовкаға пісіріп алсаңыз да болады. Қызанақтың осындай үлкен түрін алсаңыз да болады. Я болмаса қызанақ черри кішкентай түрін алуға болады. Біздер қолда барын өзімізде холодильнигімізде тұрған құраммен жасаймыз. Сіздер де осылай жасасаңыздар да болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Енді біз сарымсағымызды аламыз. Сарымсақты уақтап тураймыз. Я болмаса сіздер теркадан жіңішке уақ тесігінен өткізсеңіз де болады. Я болмаса осылай қолмен турап салсаңыз да болады. Өте уақ қылыңыздар. Ауызға ірісі түсіп кетсе ащы болады. Сондықтан оп-оп қылып тураймыз. Сарымсақтың бір дөлкісін салсаңыздар да болады. Сарымсағымызды капустамызға салып, жақсы етіп тұрып араластырамыз. Араластырып, кәдімгідей дұрыстап араластырыңыздар. Капустаға дәмі сіңіп тұру керек. Енді біздер құсымыздың төс етін аламыз. Оны осындай қылып тураймыз. Ұзын қылып турасаңыз да болады, мен уақ қылып тураймын. Жеген кезде аузымызға оңай түсетіндей қылып. Қасықпен я вилкамен алған кезде. Жіңішке қылып турайсыздар. Енді капуста салынған ыдысымызға құсымызды саламыз. Үстіне майонез құйып, мол қылып майонезін құйыңыздар. Сосын араластырамыз. Әдемілеп, асықпай араластырыңыздар. Барлық капуста, құс, чеснок барлығы майонезбен жақсы етіп араласуы керек. Осылай әдемілеп араластырып қоясыздар. Енді тарелкамызды аламыз.
Мен 3 жерге жасап жатырмын. Дастархандарыңызға байланысты осылай жасауға болады. Мысалы, үлкен дастархан болса, онда 2 пекинский капуста алып жасайсыздар. 6 жерге, 8 жерге қоятын болсаңыздар. Мен қазір 3 жерге жасап жатырмын. Соны көрсетемін қазір сіздерге. Осылай әдемілеп тарелкаға саласыздар. Жаңа құс етімізді жоғары жақтарына қойып қойыңыздар, әдемілеп жан жағына. Енді біздер қызанағымызды аламыз. Осылай долька-долька қылып кесеміз, әдемілеп. Кесіп дайындап аламыз. Енді салатымызды әсемдейміз. Осылай тарелкамыздың әр жеріне әдемілеп қойып шығамыз. Енді жұмыртқамызды алып, оны да әдемілеп помидордың қасына қойып шығасыздар. Менің салат жасауым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, подписаться етіп кетіңіздер. Және де тағы да алдағы уақытта қандай тамақ жасайын, соны жазып кетсеңіздер болады. Осындай тамақ жасаңыз деп. Мына қытырлақ нанды деген өзіміз қалаш нанын жасауға болады. Духовкаға салып, мен дайын багеттен жасалған қытырлақ нанын алдым. Осылай үшінші тарелкамызды да әсемдейміз. Жұмыртқамызды кесіп үшінші тарелкамызға де саламыз. Әдемілеп. Қытырлақ нанымызды саламыз. Және сырымызды аламыз. Өзімізге керекті қылып кесіп аламыз да. Үкіштен өткіземіз. Үстіне әдемі қылып. Үлкен тесігінен өткізесіздер. Үкіштен ұзын қылып өткізесіздер. Әдемі қылып. Асықпай, ұзын қылып өткізсеңіздер, әдемі болып тұрады. Осылай өткізіп аласыздар. Осылай әдемі етіп, сіздер салатын жасасаңыздар болады. Рахмет.